Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздер менен көп қанат кәпсіздерге себепші болған Қарақалпақ қалғанның ұлы тұлғасы Ерназар Алакөз хақында сөз етемін. Біздің қолда бар мағлұматтар бойынша Ерназар Алакөз 1806 жылы дүнияға келген екен. 1856 жылы 12 июньда қайтыс болады. Ерназар Алакөз һәм оның көтерілісі бойынша әртүрлі кәпсөздер бар. Һәм бүгін іліми тәриплеп беруге әрекет етемін. Сол заманларға тиесілі Хиуа хроникалық мағлұматлары һәм халық аңыздарына қарағанда қарақалпақтардың көтерілісі басында Қоңыраттың қолдаулы руынан шыққан Ерназар Алакөз тұрған екен. Хиуаның сарай тарихшылары тарапынан жазылған Фирдавс ол ықпал шығармасында Ерназар би ақымақ, өзінің жаман ниеттілігінен көтерілістің басында тұрғанлығы һәм оны қарақшы дұшпан екенлігін айтып өткен. Ал академик Сабир Камаловтың 19 ғасырда Қарақалпақ мемлекетшілігін тіклеген қаһарман кітабында халықтың жиналған аңыздарына бұл сарай тарихшыларына бүткілей қарама-қарсы мағлұматтар келтірілген екен. Халық аңызлары көтерілістің келіп шығу себептері һәм Ерназар Алакөзді Хиуа ханы не себептен жек көргенлігін анықтайды. Аңызларда былай делінген екен: Ерназар жас жігіт кезінде күшлі болған һәм бір сапар Хиуада болған күресте Ерназар ханның бас балуаны хан аяғына тартып ұрған һәм бұған ханның ашуы келіп Ерназарды зынданға салған. Бұл уақиядан кейін көп кешікпей Хиуаға түркмендерден палуалар келіп, Хиуаның палуаларын хаммесін жығады. Палуалар менен күресетін адам табылмағандықтан Ерназарды зындандан шығарып, күрестіргеннен соң түркмен палуаны Ерназардан жығылады. Ерназар Хиуадан көп жүргеннен кейін билік атағын алады. Ерназар Хиуаның салық жинаушыларына жиналған салықты басып алып, халыққа таратып береді екен. Хиуа ханы салық жинауларға жіберген адамдарын қуып жібере бергендіктен хан Ерназарды 5 жылға қамайды. Түрмеден шыққаннан кейін хан алжастырып өзіне қызметке алу үшін оны бірнеше жыл сарайда сақтайды һәм Хиуалы қызға үйлендіреді. Бірақ та бәрібір Ерназар хан тарапіне өтпейді. Сондықтан хан ақырына оны билік атағынан айырады. Бірақ Ерназар өзінің Қарақалпақтың билігінен кем санамайды. Хан биліктен айырса да басқа билер менен бірге Хиуаға бара береді. Би болмаса да халық ішінде абыройы болады. Бір сапары Ерназар Қарақалпақтың билері һәм өзі туралы Хиуада былай деген екен: Өгізлікке ораз зор, шешелікке арзы зор, хан қасында қабылдор, қараудан өскеннен соң хаммесіне өткен дәкең зор. 19 ғасырдың орталарында Хиуа хандығында саяси жағдайлар кескіні өзгеріп, олар жасаушы социал-экономикалық жағдайлар төмендеп кетеді. Халықтардан алатын алымлары жылдан жылға көтеріліп кетеді. Біріншіден, жоғарыда айтылғандай, қарақалпақтар әр жылы ханның қазинесіне 20 мың тилла жинап беруге мәжбүр болған. Бұл оған да ауыр салық еді. Оның үстіне ұрыс жылдарында қарақалпақтар 2 мың әскер жинап беру керек болған. Рус художнигі Николай Корзин де қарақалпақтардың үйлерінің тұрмысының оға да жарлы екенлігін жазған. Олар рустарға Хиуа ханлары рус болса әскерлерге адам алып қолдарымызды байлайды. Жаплар қазылмай қалып егізлік жерлерімізді көмеді. Ашлық, жарылшылық осының себебінен деп арсылған екен. Оның менен бірге Хиуа хандығында да халықтардың жағдайы жылдан жылға төмендей береді. Тарихи деректердің мағлұматларына қарағанда 1853 жылы халықта ашаршылық күшейеді һәм түрлі кеселдіктер пайда болады. Сол жылы халық тырыспай кеселдігіменен де ауырады. Ол кеселдік Хиуа қаласында да тарқалған. Осыған қарамастан хан халықтардың алатұғын салықтарын көлемін көбейткен. Бұл хақында Бердақтың былтырғыдан биыл жаман қалай болды заман, қарып қасеріп қалмай аман 10 тилладан келді салық деген қосығы сол заманларға сәйкес келеді. Ақырында Ерназар Алакөз Хиуа ханына қарсы халық мәпі үшін күрес жүргізуге орнады. Халық аңызларына қарағанда халықтың ахуалы жүдә жаман болған. Осыған қарамастан Хиуа ханы тағы да халықтан салық алуға давам еткен. Ерназар халыққа салық төлемең, бәрібір хан сіздерге еш нәрсе істемейді деген бұл сөздерді хан естіп, Ерназарды Хиуаға шақырып алады. Ерназар барғаннан кейін оны дарға аспақшы болады, бірақ ол қашып құтылады. Хиуадан келгеннен кейін Ерназар қарақалпақтарды басқарып тұрған барлық билерді жинаған һәм ол уақытта билердің саны 60-ға жеткен. Ерназар һәм жиналған 60 би Хиуаға қарсы көтеріліс жасаймыз деп оны ант үшін бір алманы 60-ға бөліп жеген. Көтерілісшілер Хиуадан қарайсыз болу үшін өз алдына халық, яғни мемлекет түзуді мақсат етіп қояды. Қарақалпақтар
өткен әсірлерде де хәтта өздерінің халықтарына ие болып келген. Олар осы дәстүрді давам етіру мақсатында өздеріне хан етіп қазақ төрелері ішінен зарлық төрені сайлаған. Бұған елдің ишан ұламалары да келісім берген. Зарлық хан болуына қолайлы адам, өзі жарлы қазақ һәм мені тең қарайды деп Ерназарды ханның бірінші уәзірі, әскер басшысы етіп сайлаған. Қарақалпақлар һәм қазақтар, өзбеклер халықты Хиуа ханынан қарайсыз деп жариялаған. Бұл уақия хақында Ерназар өзінің руслардың Сырдария шекарасындағы әскери старшинасы Ереке сұлтанға жіберген хатында: «Біздер Үргеніштен Қоңыратқа дейін, Амонның құбыла батысындағы Фейілханға дейін халықтардың барлық қатламлары болып, біздің бұрынғы ханның өз бұқараларына істеген жеңінен тыс қысымына һәм шексіз жауыздығына, тағы біздің халықтарымыздың арасындағы күнәсі төгіліп батырған халларға һәм басқа да азапларына шыдамастан әммесіне келісіп, енді арамызда бұндай азап ақыбетлер тоқтату үшін ескі халлар әулетінен болған зарлықты хан етіп көтердік» деп жазған екен. Жоғарыда айтып өткенімізде Ерназардың Ереке сұлтанға жіберген хатының көрінісі. Хақиқатында да зарлықты хан етіп көтеріп, Хиуадан қарайсыз деп жарияланғаннан кейін Амударияның төменгі жағалауларында жасаушы халықтардың арасындағы ауызбіршілік һәм парақатшылық орнайды. Бұл жағдай Ерназар Алакөз үшін Қарақалпақтың барлық руларының бірігуіне мүмкіншілік таратады. Көтеріліске қарақалпақлардың екі арасында кеңдей қатынасқан Қоңыраттың басында қолдаулы руы Ерназар Алакөз тұрады. 14 ру арасында болса Кенегес бала Ерназар би һәм Сайып-Назар билер тұрады. Кенегес Ерназар жасы кіші болғандықтан оны кіші Ерназар би деп атаған. 1855 жылы декабрь айының басында Хиуа ханының әскерлігіндегі барлық қарақалпақ жігітлері еліндегі бұл жағдайды естіп қайтып келіп көтеріліске қосылады. Бұл жағдай Хиуа ханының әскери күшін әлсіретіп, көтерілісшілердің позициясын күшейтеді. Хиуа ханы Құтлымұрат көтерілісшілерге соққы беру үшін пұхта даярланады. Ол көп әскер жинап, тәсілеп түркмендердің көтерілісін бастыруды ойлайды. Һәм осы ұрысқа даярланып жүрген уақытында 1856 жылы февралында басында өзінің ағасы Мұхаммед-Нияз тарапынан өлтіріледі. Мұхаммед-Ниязға түркмендер жәрдем береді. Хиуаға келген түркмендер оны хан етіп қояйын деп атырғанында Хиуа әскерлері қоршап алып Мұхаммед-Ниязды һәм жәрдем берген түркмендерді өлтіреді. Бұл харекетке 1856 һәм 1825 жыллар хан болған Мұхаммед Рахим ханның баласы Сейд-Мұхаммед басшылық етеді. Бұл өзінің Хиуа ханы деп жариялайды. Сейд-Мұхаммед хан түркмендердің бір бөлегін бағындырып, көтерілісшілердің ауқамына соққы бергеннен соң қарақалпақларды өзбеклерден бөліп тастайды. Бірінші кезекте ол өз тарапынан 14 рудың басшысы бала Ерназарды өткізеді. Басында Кенегес Ерназар болғандықтан 14 рудың барлық билері бейғамлық ұйқысынан оянады. Олар қанға бағынғанлығын, оларға шын жүректен қызмет етуге даярлығын білдіреді. Ерназар қолдаулыға дұшпан болатындығын бір ауыздан келіседі. Сарай тарихшысы һәм халық аңызларына қарағанда көтерілісшілердің арасында басында бала Ерназар тұрғанлығын айтады. Сейд-Мұхаммед хан бала Ерназар арқылы 14 рудың басқа да билерін өз тарапынан өткереді. Халық аңызларына қарағанда бала Ерназарды Хиуа ханына ашық түрде беріліп кеткені мәлім болмастан бұрын көтерілісшілердің ханы зарлықты кенегеслердің арасынан алып барып, оны халықпенен таныстыруын керек деп ауылынан алып кетпекші болады. Бірақ Ерназар Алакөз бұған көнбейді. Көпшілік билер беріп жібер деп мәслихат бергеннен соң оны беріп жібереді. Соңынан болса бала Ерназар зарлықты ханның ауылынан алып кетеді. Бірақ зарлықты Хиуа ханы Сейд-Мұхаммед ханға апарып береді. Хиуа хроникасында Кенегес Ерназардың ханы зарлықты Хиуа ханына тұтып бергенлігі айтылған. Хиуаға әкеліп бергеннен соң болса зарлықты ханға қарабаз деп киімі кигізіледі. Бетіне күйе жағып, беліне ағаш пышақ, басына болса қадалған таш кигізеді. Соңынан болса оны арық ешекке теріс мінгізіп, айландырып шыққаннан соң оны дарға асады деген мағлұматлар келтірілген.
Зарлықты Хиуа ханына алып кеткеннен соң көтерілісшілердің саны азайып, Қарақалпақ билері екі қарама-қарсы топарларға бөлінеді. Бұл Сейтмұхаметке қарсы күресуге давам еттіру тарихы болса, бұны Ерназар Алакөз басқарады. Екінші тарих болса, Хиуаға бағынған ханның қызметінде болып көтерілісшілерді бағындыру тарихы. Оны басында болса бала Ерназар би менен Сейтназар билер тұрады. Көпшілік билер алма жеп берген антын бұзып Хиуа ханы тарихіне өтіп кетеді. Ерназар Алакөз ашылық болғаны менен берген антына садық болып көтерілісті давам етеді. 1856 жылы 29 мартта Сейтмұхамет хан басында бала Ерназар менен Сейтназар бей болған 14 рудың билерін жинап алып, оларға өздерінің әскерлерімен қосып қарақалпақлардың көтерілісін бастыруға жібереді. Махмуд-Нияз Шымбайға келуі менен Хиуа ханының әскерлерінің тек арғы күшіменен Ерназар Алакөздің қорғанына топалаш жасайды. Бірақ Махмуд-Нияз басқарған әскерлердің қорғаны алуға күші жетпейді. Өйткені 1856 жылы 8 июнда Махмуд-Нияз Қоңыраттың Құтлымұрат әкімі басшылығында үлкен әскерлер алдырып, көп күшпенен қорғанды қоршап алады. Халық аңыздарына қарағанда қорғанды алу қиын болғандықтан Махмуд-Нияз жасаулы бас өнер ішінде жансыздарды жібереді. Олар қорғанның ішіндегі Ерназар Алакөздің жақын адамдарына Жәлике һәм Шоңқы деген екі адамға, ал Ерназар Алакөзді өлтірсеңіз, хан сіздерге билік атағын береді деп үгітлейді. 1856 жылы болса 12 июнда түнде Шоңқы қорғанды айланып жүрген Ерназар Алакөзді атады. Ерназар Алакөз ауыр жарақатланып өзінің қара үйіне келіп өледі. Ондан кейін болса Хиуа халықтары қорғанды бастырып кіріп, Ерназар Алакөздің басын кесіп алады. Солай етіп бала Ерназар бей ұқсаған Қарақалпақ билерінің сатқылығы нәтижесінде 1855 жылы ноябрь айында басыланған Қарақалпақ халық күресі 1856 жылы июнь айында арадан 8 ай өткеннен кейін Сейтмұхамет хан тарапынан аяусыз бастырылады. Көтерілістің басында оны ақырына дейін алып баруға ант ішкен бала Ерназар бей һәм басқа да билер берген антын бұзып, өз халқының мәпінін қиянат етіп, көтерілісшілерге қиын болған жағдайда Хиуа ханы тарапына өтіп, көтерілісті басу үшін Хиуаға әскерлерін басып келген уақытында да Ерназар Алакөз қорқаны жоқ. Керісінше ол Хиуа ханның құрметлі адамдары болған, өз халқына қиянат еткен билерді хан менен жарастырайық деген ұсынысын қабыл алмай, көтерілісшілерді өз тарапына жәмлеп, соңғы деміне дейін қаһармандық пенен жүргізеді. Сол үшін Ерназар Алакөзді Қарақалпақ халқы осы күнге дейін батырым деп ятынан шығармайды. Менің видеомыз өз жұмағына жетті. Келесі видеоларда көріскенше сау саламат болың. Видеомыз ұнаған болса лайк басып, подписация басуды ұмытпаңыз.